Қазақстан мен Ұлыбритания бір-біріне құқықтық көмек көрсетеді. Бүгін аталмыш құжатты сенаторлар жұмыс тобында мақұлдады. Демек, қылмыс жасап қашқандардың Британияда жасырынып жүруіне жол берілмейді. Сөз кезегі әріптесім Талғат Уәлиде. Қазақстан тарабы әлемнің 22 елмен осындай келісімге қол қойған екен. Енді міне Ұлыбританиямен өзара құқықтық көмек көрсетуге уағдаласпақ. Бас прокурордың орынбасары Йоганн Меркельдің айтуынша, осы уақытқа дейін Қазақстан Ұлыбританиядан 9 тұлғаға қатысты көмек сұрапты. Оның басым бөлігінде ағылшындықтар біздің құқық қорғаушыларға көмек қолын созған, десе де бас тартқан кездерде болыпты. Ол әр елдің өз құқығындағы құзырет дейді бас прокуратура өкілдері. Он нам дает возможность работать по всем. Бұл құжат бізге барлық қылмыстық істер жөнінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ұлыбритания мен Иордания аумағындағы адамдардан жауап алу керек болса, осы құжаттың көмегі тиеді. Егер онда активтер кетіп қалса, біз оларды қайтару үшін жұмыс істей аламыз. Оларда да осындай құқық болады. Бұл келісім күшіне енгеннен кейін елімізден қашқан тұлғаларға Ұлыбританияда жасырыну едәуір қиындай түспек. Заң бойынша ол ұрлап шыққан мүлік 50-50 болып екіге бөлінеді. Демек, жартысы сол елде қалса, тең жартысы Қазақстанға қайта қайтарылады. Ал егер мүліктің мемлекет қазынасынан ұрланғаны дәлелденсе, онда барлығы елге қайтарылады. Дәл қазір ағылшындықтар да Қазақстанмен осындай келісімге отыру жөнінде құжаттарын әзірлеп жатыр екен. Талғат Уәли, Мейрамбек Ақмаханов, Хабар.